2022 жылы ұлттық бірыңғай тестілеуден 120+ балл алу үшін 7 лайфхак видеосына қош келдіңіз. Менің есімім Абдымұхамед Асқарұлы, Даму Үміт онлайн жобасының негізін қалаушымын. Бүгінгі әңгіме ұзақ болмайды, сол үшін соңына дейін тыңдаңыз, мықты кеңестермен бөлісеміз. Бірінші лайфхак бұл нақты мақсат қою. Не үшін дайындаласың? Сен жай ата-анаң дайындалып жүр деген үшін ғана дайындаласың ба, әлде достарың дайындалып жатқан үшін дайындаласың ба? Не үшін дайындаласың? Соны нақты қылып, мақсат қылып қою керек. Бұл жердегі ең басты нәрсе ол ұбт не үшін тапсырамыз деген нәрсе ғой. ұбт-ны бір ғана себеппен грантқа түсу үшін тапсырады. Енді сен қандай мамандыққа грантқа түсесің? Соны басында анықтабасың, саған оңай болады. Сол анықтаған мамандығыңа мен астына қазір сілтеме қойып кетемін. Сол сілтеме бойынша биылғы 2020 жылғы мамандықтарға шекті баллдар жазылады. Сол бойынша өзің мамандығыңа қанша балмен түскен көре аласың. Мысалға айтайық, математика пәнінің мұғаліміне түскің келеді, 110 балл деп тұр. Сен 120+ балл алуға ұмтыласың уже. Сен сол мамандыққа түсу үшін, грантқа түсу үшін дайындаласың. Ертең бір настроениең болмай, мотивацияң болмаса, сен соны ойлайсың. Мен әлі грантқа түскен жоқпын ғой, мен дайындалуым керек деген сияқты. Ал егер де жаңағы достарың дайындалып жүрген үшін дайындалсаң, ертең досың дайындалмай қалса, сен де дайындалмай қалуың ықтималдығың бар. Сол нәрсе бірінші лайфхак, нақты мақсат қою. Екінші лайфхак, тұрақты, жүйелі дайындалу. Енді бастағаннан кейін, бір айдан кейін дайындалмай кетуім жоқ. 9 ай қалса 9 ай бойы, 8 ай қалса 8 ай бойы тұрақты дайындалып отыру керек. Ол үшін күн сайын көп емес, 1 сағаттан дайындалып, 30-40 минуттан дайындалып басасаң, соны ұстап отырсаң тұрақты, онда сен жетістікке жетесің. Онда сен жақсы балл алу ықтималдығың бар. Көп оқушылардың жасайтын қателігі, бір апта мықты дайындалады, күніне 5 сағаттан, одан кейін 2 апта жоқ болып кетеді. Қайтадан дайындалғысы келсе, демотивация болған, жаңағы бір апта бойы қиналғаны, терлегені, сөйтіп вообще дайындалмай кететіндер бар. Сөйтіп ұбт-ға 2 айға кезде жүреді, менің балым 53 бала батырым, маған 100 балл керек деп көтерудің жолын білмей жүреді. Бұл жерде ешқандай сиқырлы таяқша жоқ, тек қана тұрақты, жүйелі дайындалу. Дайындалған кезде немен дайындаламыз деп сұрақ қояды, қандай сұрақтар келеді, сұрақтарды қайдан алады деген сияқты сұрақ туындауы заңдылық. Бұл сұрақтарды мектептің оқулығынан алады. ұбт деген бұл мектеп базасының тесті ғой, былайша айтқанда. Не оқыдың, соны сен жақсы оқыдың ба, жаман оқыдың ба, соны дәлелдейтін мүмкіндік бұл. Негізі емтихан бұл қинайды деп қарама, мүмкіндік деп қара. Өйткені сен қазір Қызылорданың бір ауылында отқан шығарсың. Осы ұбт-ның арқасында сен Алматыны, Астананы, одан кейін Американы көруге мүмкіндігің болады. Үшінші, ұбт нұсқаларын талдап отыру апта сайын. Бір мысал келтірейін. Мысалға боксшылар олимпиадаға барады, бірақ басқа елдің боксшыларымен төбелеседі. Сол Қазақстанда жүргеннің өзінде басқа спарринг партнерларымен төбелеседі, қазақ балаларымен төбелеседі. Бірақ именно сол адаммен төбелеспейді, басқа адаммен төбелеседі. Бірақ сонда да адаммен төбелесіп үйренеді. Сол сияқты сізде ұбт-та тест болғандықтан көп тест жазып үйренуіңіз керек. Шұғылданып үйренуіңіз керек. Енді бұл жерде қайсынан бастаймыз дегенге бір кеңес айтып жібере салайын. Осы орайды пайдаланып. Бірінші кезекте ең оңай пәндерден бастау керек. Оқу сауаттылығы ешкімге қиын емес деп ойлаймын. Ол жерде тек қана мәтін тұрады. Асхат 12 жаста дейді. Содан кейін сұрақ қояды. Асхат қанша жаста деп, 12 жаста деп белгілей саласың. Бұл ешқандай миға қиындық тудырмайды. Тек қана сауатты оқи алсаң, соны миыңмен қорыта алсаң болғаны. Оқу сауаттылығын бітіріп тастағаннан кейін Қазақстан тарихы мысалы білсең оңай, білмесең қиын. Одан кейін математикалық сауаттылық, осы негізгі пәндер оңай болып келеді. Одан кейін таңдау пәндерге соңғы уақыттарды қалдыру керек. Тест жазған кездегі лайфхак ең оңайынан бастап белгілеу керек. Математикадағы ең оңай есептерді белгілеп шығыңыз. Мысалға 5-ші есеп қиын болып қалды мысалға. Шығарамай қалдыңыз. Соған отырып қалудың керегі жоқ. Мен мынаны шығарам деп отырып қалудың керегі жоқ. 6-ші, 7-ші, 8-ші есептер оңай болуы мүмкін. Соны шығарып кетіңіз. 10-ші есеп қиын болуы мүмкін. Оны тастаймыз. 11, 12, 13, 30-ші есепті шығара беріңіз оңай болса. Ең бірінші кезекте оңай есептерді шығарып алыңыз. Соңында қиындарды қалдырасыз ғой. Қиын шығара алмадым дегендерді С нұсқасы деп белгілей салсаңыз болады. Болмай баратса. Бірақ та үйтіп наугат белгілеуге кеңес бермеймін. Бір нәрсеге сүйеніп әйтеуір ана жерде 0 деген жауап тұрса, 0 деген жауаптар көп дұрыс болушы еді деп соған сүйеніп белгілеңіз. Болмай баратқан кезде вообще шығарамадым деген күннің өзінде сондай нәрселерге сүйеніп белгілеуіңіз сізге пайдалы болады. Себебі 5 жауаптан біреуін наугат белгілесеңіз, сіздің дәл тию ықтималыңыз 20%.
20% деген не, ол түк емес. Төртінші, пілді бірден жеме. Ол не деген сөз? Бізде айлық, апталық жоспарлар болу керек. Мысалға, көбісі математиканы 2 айда бітіріп тастауға ұмтылады, бітіре алмайды, сөйтеді де қалады, жел шығып. Ондай болмайды. Мысалға, Қазақстан тарихтан 6-шы сыныпты 1 айға оқимын деп қойыңыз, немесе 2 айға қойыңыз. 7-ші сыныпты одан кейін 2 айға қойыңыз, 8-ші сыныпты одан кейін 2 айға қойыңыз, 9-шы сыныпты одан кейін 2 айға қойыңыз. 4-ақ сыныпты Қазақстан тарихы. 10-11-ді қазір қосып жатыр, енді оны соңғы 1 айға қалдырсаңыз да мағына бөліп бірден жеп қоймау керек. Бірден жеп қойсаңыз, жаңағы соғымды да холодильникке қойып қойып, жайлап жейді ғой, сөйтіп бітіреді ана соғым, бір күн бітіп қалады. Сол сияқты жаймен бөліп оқыңыздар деп айтқым келеді. Бесіншісі, оқитын орта табу. Негізі мынандай сөз бар, көп қойдың ішінде жүрген арыстан қой болады, көп арыстанның ішінде жүрген бір қой арыстан болады деген сияқты. Сол үшін де ортаңызды, енді мүмкіндік болмауы мүмкін біреуде. Сыныпта вообще ешкім оқымайды, мен оқимын. Менде вообще мүмкіндік жоқ орта табуға байланысты десеңіз, интернет арқылы Ақтөбеден болсаңыз, мынау шығыстан, Семейден бір оқитын оқушыны тауып, Zoom арқылы солай сөйлесуге болады. Менден бір оқушыдан естігем, Назерке деген қыз, басқа бір қаладан бір қыздарды тауып алып, сонымен күнге дайындалдық дейді, бір-бірімізге жарып сұрақтар қойдық, географиядан мықты дайындалдық дейді. Сол әдісті қолдануға кеңес берем. Ортаңызды жөндеңіз, және де оқымайтын орта болғаннан кейін сізге неше түрлі сөздер айтуы мүмкін. Неғып дайындалып жатсың, ертең бәрібір түк шықпайды сенен, ой сен аламайсың деген сияқты айтуы мүмкін. Оларға қараудың қажеті жоқ. Ортаңызды дұрыстаңыз. Алтыншы лайфхак, бұл қатемен жұмыс. Пробный тапсырған кезде көп оқушылар 60 балл алдым, болып қалады. Ар жағында қалғаны бізде 80 балл жоқ болып кетті. 80 баллды біз неден жіберді, қарамайды. Ал сіз қарайсыз. Мысалы, мен мына жерде матсауаттылықтан ықтималдықтың есебін шығарамай қалдым. Оқу сауаттылықтан 2 балл жіберіп алдым мен. 20-дан 18 балл алып қалдым. Қайсылардан жібердім? Соларды қараңыз. Сол нәрсе ертең сізге қатты көмектеседі. Қателермен жұмыс жасау деген нәрсе. Өз өмірде қатені адам баласы көп жібереді. Сонымен жұмыс жасап отырсаңыз, сізде бәрі дұрыс болады. Жетінші лайфхак, тек өзіңе сену. Қандай жағдай болса да, не болса да өзіңізге сеніңіз, басқа ешкімге сенудің керегі жоқ. Бұл өмірде өзі көмек беретін сізге өзіңіз ғана, өзіңізден басқа артық ешкім көмек бермейді. Сол үшін де қандай проблемаға кездессеңіз де өзіңіз шешуге тырысыңыз, өзіңізге сеніңіз кез келген жерде. Ұбт-ны тапсыратын болсаңыз, менің ағам көмектеседі, мұны ағам сатып алып береді деген әңгіме жоқ, білесіздер. 2020 жылдан бастап ондай қысқарды. Шпор қолдану деген вообще қазір жоқ. Шпор қолданып алып шығу, WhatsApp-пен алып шығу деген тіпті мүмкін емес. Мүмкіндігіңіз 1%-ға да жетпейді. Сізді шығарып жібереді, 0 балл қойып береді, сөйтіп шығарып жібереді. Өйтіп рисковать ету тиімсіз. Сол үшін де өзіңізге сеніңіз. Абай атамыз айтқандай, өзіңге сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап дейді. Сол үшін де ең басты өмірдің құпиясын айтайын, жетістік құпиясы деп айтады. Жетістік құпиясы, бір жетістікке жету үшін 3-ақ нәрсе керек. Анау бір сиқырлы таяқша іздемей қойыңыз. Көп уақыт бөлесіз, көп энергия бөлесіз. Энергия дегеніміз жаңағы есеп шығарып, қиналу, терлеу деген сияқты нәрселер ғой. Одан кейінгісі, төртіншісі жақсы көру керек. Сізге ұбт-ға дайындалу процесті жақсы көру керек. Осы маған ертең мүмкіндік сыйлайды, мені өсіреді, дамытады деген сияқты ой болу керек сізде. Сонда берілмейсіз. 8-ші бонус лайфхак, бұл мотивация жайлы. Барлықтарыңыз мотивация сұрап жүресіздер. Любой адамға мотивация керек. Бірақ та мынандай нәрсе бар. Мотивация дегеніміз бұл бір нәрсені істегеннен кейін барып келеді сіздерге. Мысалға, ұбт-ға дайындық бастаймын мен дейсіз да, математика, физика таңдадыңыз ғой. Физикадан 7-8 сыныптың кітабын мектептен алып келіңізші. Оның өзі бір әрекет қой. Одан кейін сіздің мотивацияңыз анау оянады. Әйтпесе маған мотивация беріңізші деп, ол ручка емес қой, мә деп бере салатындай. Осы нәрсені қолданыңыздар. Мотивацияларыңыз жоқ болса, әйтеуір бір нәрсе істеуге тырысыңыздар, бір нәрсе оқуға, жазуға, көруге тырысыңыздар, өздеріңізге пайдалы нәрсені. Одан кейін тегін чек-листтер дайындап қойдық, сіздерге өте пайдалы. ұбт-ға дайындықты енді бастаған балаларға пайдалы чек-листтер дайындап қойдық. Төмендегі сілтемеге өтіп, сол чек-листтерді алыңыз, 0 теңгеге береміз. Одан кейін осы видеоға не істеу керек екенін білесіз. Лайк басасыз, комментарий жазасыз, достарыңызға WhatsApp-тан таратасыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыз. Осы каналға жазылуды ұмытпаңыз, бізбен бірге болыңыз.